Бүгін қызыл балық пен шпинаттан керемет дәмді әр дастарханның көркін кіргізетін тамаша рулет дайындаймын. Сіздерге де үйде әзірлеп көруге кеңес беремін. 150 грамм шпинатты қайнап тұрған суда 1-2 минут ұстап, кейін суын толық сорғытырамыз. Оған 3 жұмыртқаның сарыуызы мен жарты шай қасық тұз қосып блендермен ұсақтаймыз. Осы массаға 50 грамм ұн қосып араластырамыз. Енді бөлектеп алған ақуызды аппақ көпіршікке жетіп көтерілгенше шайқаймыз. Ақуызымызды шамамен 3-ке бөліп, кезек-кезек шпинатты қоспамызбен араластырамыз. Табаға тегіс пергамент қағазын төсеп, массаны біркелкі жаямыз. 180 градуста 10 минут қойып пісіріп аламыз. Енді салма дайындайық. 300 грамм кілегейлі ірімшікке 1 ас қасық лимон шырынын қосып араластырамыз. Егер ірімшігіңіз менікіндей қою болса, 1-2 ас қасық сүт қосуыңызға да болады. 200 грамм қызыл балықты көлденеңінен жіңішке бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Бисквитті толық суытып аламыз. Тегіс бетін төмен қаратып, үстіне кілегейлі салмамызды мұқият жаямыз. Оның үстіне балықты қойып ораймыз. Рулет кем дегенде 2 сағат тоңазытқышта тұруы керек. Енді рулетті порционды бөліктерге кесіп, барлық отбасын дастарханға шақырамыз. Астарыңыз дәмді болсын.